14 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Ассалаумағалейкум, қадірменді телекөрермен, тікелей эфирде түйін сөз, тізгінші Дүйсен Молдашұлы. Біз бүгін тікелей эфир барысында донорлық қауіпсіздік және оны қамтамасыз ету тақырыбында әңгіме өрбітетін боламыз. Тақырып аясында бүгінгі осы донорлық мәселелерге байланысты жан-жақты сұрақтарға жауап беруге келіп отырған осы саланың маманы, Жамбыл облыстық қан орталығының директоры Гулам Омар мырза бүгін бізде қонақта. Гулам мырза, түйін сөзге қош келдіңіз. Енді көбінде біз донорды айтқан кезде әрине адам өмірінің арашашысы екенін, адамның өмірін сақтап қалуға үлкен рөл атқаратындығын білеміз, бірақ осы донор болған кезде қанмен қамтамасыз ету байланысты, жалпы осы донорлық жүйедегі, өздеріңіз атқарып жатқан жүйедегі оның ішкі асханасын көпшілік халық біле бермейді, сондықтан бүгін соны халыққа жан-жақты түсіндірсек. Сізге қойғым келіп отырған алғашқы сұрақ, жалпы донорлық қан қауіпсіздігін қамтамасыз ету дегеніміз не? Әңгімені осыдан бастасақ. Енді ең бірінші мәселе, сіздің сұрағыңызға рахмет, ол қан қауіпсіздігі. Неге десеңіз, бірінші түсіну керек, ол қан компоненттері кімге керек? Ол ауыр жағдайда жатқан науқастарға, ол еректерге, кішкентай балаларға да. Сол үшін ең бірінші талап біздің бүкіл службамызға ол қауіпсіздік. Енді қазір таңда біздің мемлекетімізде IT саласы өте дамып жатыр. Енді ең бірінші осы донор бізге келгенде біз оны құжаттарын қарап базадан тексереміз. Бұл базада осы келген адам диспансерный учетта тұрса, басқа мемлекеттік мекемелерде учетта тұрса, кожвен, ВИЧ, гепатит, есепте тұрса дейсіз. Сол базадан шығады біріншіден. Содан біз қараймыз ба, қарағаннан кейін айтамыз, ол кісі донор бола ма, болмай ма. Сосын біздің қыздарымыз, медбикелеріміз анкетаға қарап сұрақ қояды. Ол өзі сана сезімі қандай, түнде жақсы ұйықтады ма, не тамақ ішті. Енді біз соны анкетаны толтырып, арғарай салмағын өлшейміз. Салмағы төмен болса, 50 килограммнан төмен болса, онда донорлыққа да жатпайды. Сондай өздеріміздің критерияларымыз бар. Сосын ол дәрігерге барады. Дәрігермен сөйлеседі. Ол дәрігерден де өзінің анкетасы бар. Ол давлениесін өлшеу керек, сөйлесу керек. Сосын арғарай ол қан бірінші этаппен қан аламыз, группасын, қан тобыны көреміз, резусыны көреміз. Оның гемоглобины сәйкес келе ме, келмей ме, анемиясы бар ма, жоқ па. Содан кейін тағы да біз көреміз. Енді бізде бір өте маңызды критерий бар. Ол біздің печень қалай жұмыс істейді, айлты. Қаны былай қарағанда майлы деп халық айтады. Соны енді біздің дәстүріміз бар, күзде соғым. Соғым басталғанда сол анализдар жоғарылап кетеді. Ол жоғарыласа, біз ол адамды донорлыққа жарамсыз деп сондай болады. Сол үшін біз диетаны әрдайым біз айтамыз, диета ұстап келіңіз, майонез жемеңіз, кока-кола ішпеңіз, сонымен диетический кішкене тамақ жеңіз деп. Сонда ол өтсе, өткеннен кейін ол келесі кезеңде отделениеға барып қан тапсырады. Сол қан тапсырғанда біз екінші рет қайттан тексеріске қан аламыз. Енді Қазақстан Республикасының қан қызметі сондай істелінген, өте анализдарға қатаң қаралады. Неге десеңіздер, инфекция арғарай донордан реципиентке өтпесін деп. Сонда бізде сонда бір критериямыз бар, двухэтапный скрининг. Ол кезде ең мықты, әлемдегі ең мықты оборудованиялар тұр бізде. Ихла иммунохемолюцентный анализ дегенден өтеді. Содан кейін тексергеннен кейін тағы да ПЦР-ға қойылады. Сол қан өткізген адамың сол бәрі оборудованиялар информационный система енгізіледі. Сонда ол
жарамды или жарамсыз деп шығады. Содан кейін ол қанды біз ауруханаларға береміз. Енді қарап отырсақ, бұл үлкен бір комплексті жұмыс екендігіміз байқап отырмыз. Енді көбінде барып қан өткізіп келдім деп адамдар айтып жатады ғой. Бұл енді бір ауыз сөзбен ғана қайтара салу оңай. Ал сіздің сөзіңізге қарап мен түсінгенім, бұл азамат қан өткізуге ниеттеніп келген азаматты қабылдап оның жан-жақты, қазақша айтатын болсақ, 7 рет сүзгіден өткізіп барып жарамды болған кезде ғана оны өзге азаматтың денсаулығын сақтап қалуға ауруханаларға жөнелтеді екенсіздер. Керемет. Мынау енді қан қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі ең маңызды бір кезеңдері болады ғой. Осы Бұлан мырза, осыны айтып беріңізші, бір кезең-кезеңмен болатын болса, осының нақтысы осы кезең маңыздырақ деп айтатын болсақ, бұны қан өткізгісі келіп жүрген азаматтар біле жүрсін. Ең бірінші мен ойлаймын, адамның сана сезімі осы донор болам деген. Донор болам десе, ол уже біздің ақпарат, біздің сайтымызда бар, сайтта қарап, донорский светофорға қарап, сол жерде осы менің қан тобым керек екен деп. Сосын ол дайындалу керек, е? Сол үшін мен айтып, ең бірінші, ең маңызды өзі сана сезім, осы біреуге көмектесем деп. Ары қарай біз оған көмектесеміз донор болу үшін. Бірақ енді біз айтып отырмыз, мен қазір айтып, ең бірінші ол дені сау болу керек. Жан-жақты денсаулық жақсы болу керек дейсіз ғой. Жаңа бір зертханалар жайында айтып қалдыңыз. Енді мысалы сіздердің тәжірибелеріңізде бола ма, өзі ниеттеніп барған адамның, мысалы енді зертханалық сіздердің тексерулеріңізден өтпей қалатын кездері қаншалықты жиі кездеседі? Лаборатория деп айтамыз осы. Лаборатория деген мен өзім ойлаймын, зертхана деген бұл кәдімгі бір ғылыми бір жұмыс процесі жүріп жататын орын сияқты, өйткені ол жақта үнемі тексеріс болады ғой. Көп адамдар мысалы өзінің қан тобының қай топқа жататынын да білмейді. Жаңа сіз айтқан гемоглобині төмен ба, жоғары ба, оны да білмей жатады. Демек сіздерге барған кезде адам өзінің ағзасындағы қан жайында жан-жақты ақпарат ала алады ғой. Осы жағын бір ашып айтып беріңізші. Енді сіз дұрыс айтып отырсыз, бір кезде адамдар өз қан тобын да білмейді. Біріншіден біз қан тобын айтамыз да, ризик факторын айтамыз. Сосын көп адам білмейтін біз фенотип деген нәрсені айтамыз. Фенотип бұл немен қызық? Енді жас келіншек пен жас бала бір-бірімен бір отбасы құрам десе, сол фенотип сол кезде керек болады. Неге десеңіз, адам бір-бірінің фенотиппен келсе, сонда олардың ұрықтары пайда болады дейді. Сол үшін. Енді тағы да бізде әлбетте ең мықты оборудование тұрғандықтан біз одан тексереміз. Бәрі сол жерде әртүрлі анализдер бар, гепатиттер бар, сосын ВИЧ бар, соның бәрі өткіземіз. Тағы да сіз айтып жатқан мәселе, адам келіп мүмкін диета ұстамаған, бірақ ниеті бар. Біз оны сол кезде донорлыққа өткізбейміз. Бірақ 6 айдан кейін біз оны қайттан шақырып аламыз, айтамыз, қайттан контрольный анализ тапсырыңыз. Мүмкін қазіргі зерттеулердің бәрі дұрыс болса, сіз донор бола аласыз. Сол кезде енді 100% адам келгендіктен 30% біз донорлыққа жарамсыз деп бірінші этаптан алып тастаймыз. 70% келеді. Енді тағы да бір показатель бізде бар, регулярный донор. Ол тұрақты түрде келетін азаматтар ғой. Тұрақты түрде келіп жүретін. Бір жылда 3 рет келсе, сонда тұрақты донор уже болады. Енді жақын арада сіз ақпаратты көрген шығарсыз, құрметті донор деген атаққа болады деп біздің министріміз қол қойды. Бұл ведомственный атақ көп жылдан бұрын біздің служба жазып жүрген, осы біздің донорлыққа рахмет айту деген. Қанды 40 рет астам тапсырған адамдар и плазманы 70 реттен. Сонда құрметті донор деген атақ беріледі. Біз бүгінгі таңда Жамбыл облысында 20-дан астам осындай бізде донорлар бар. Соларды біз қазір сол тізімге қосып жатырмыз. Алла қаласа енді беріледі деп ойлаймын. Жақсы, керемет. Осы жалпы донор болу, жалпы мен өзімде ойымда жүрген дүние, бірақ көбінде біз жұмыс басты болып жүріп, бұны ескере бермейміз. Дәрігер ретінде Ұлан мырза айтыңызшы, көп азаматтардың арасында қан өткізудің жаңағыдай пайдасы мен зияны жайында айтып жатады. Сіз дәрігер, ешкімді алдайды деп мен ойламаймын. Расында да 12 мүшесі сау, ақыл-есі бүтін азаматтардың қан өткізіп тұруы пайдалы ма ағзаға? Енді әлемдегі статистика бойынша тұрақты донорлар 5 жыл көп өмір сүреді.
Бұл енді дәлелді дүние ғой. Иә, дәлелдеген нәрсе. Оны былай да қарасақ, адам жанару керек қой. Иә. Сол жанарып тұрғанда жаңа клетка пайда болады, жаңа система. Сосын білесіз ба, адам қан тапсырған кезде өзі кішкене өзі дисциплинирован болады да. Ол да өте пайдалы деп ойлаймын. Әлемдік дүниежүзіне танымал кейбір спортшылар денелеріне жаңағыдай ешқандай татуировка салмай деген, соларды зерттей келе сұрағанда, тұрақты сіз айтқандағыдай тұрақты донор екен да ол азаматтар. Бұл енді керемет қой, егер ол зияны болатын болса, ол азаматтар ол жерге бармас еді ғой деп ойлаймын өз басым. Иә, біз енді неғып татуировка, мен енді өкінішке орай қазіргі таңда қарасам, жастар көп татуировка жасайды. Енді мен дәрігер ретінде қараймын ғой оған. Татуировка не деген? Енді ол вмешательство извне. Енді қазіргі сіз білесіз, министрдің тапсырмасымен көп салоны красоты, соның бәрін тексеріліп жатыр. Сол жерде қауіпсіздік қандай бақылайды? Бар ма ол қауіпсіздік, инфекционный передача жоқ па? Сол үшін біз адам келгенде татуировкасы бар болса, 6 айға дейін донорлыққа оны рұқсат берілмейді. Демек, мынау денесіне қандай да бір жаңағы суреттер салып тастаған азаматтар бұл донор бола алмайды ғой. 6 айдың ішінде, осы істегеннен кейін 6 айдың ішінде донор бола алмайды. Жақсы. Енді қанның қауіпсіздігі деп айтып қалдық, осы қанның қауіпсіздігін арттыру үшін қандай технологиялар қазіргі таңда пайдаланып жатырсыздар? Заманауи біле отырайық онда. Қолданасыздар. Енді өткен жылы біздің денсаулық сақтау басқармасы қолдауымен бізге жаңадан автоматический фракционатор деген оборудование. Өзі қанды қойсақ, өзі бөледі. Енді қан компоненттер істеу үшін қанды бөлу керек. Сондай бір жаңа технологиялар заманауи. Сосын плазма замораживатель алдық. Ол плазма замораживатель технологияға сәйкес алған қанды, плазманы, оны тез мұздату керек. Сол 30 минуттың ішінде мұздатып тастайды. Тағы да біз жаңа алған оборудованиялар, ол вирус инактиватор дейді, сіз айтып атқан заманауи технологияларға сәйкес. Енді біз компоненттер дайындалғанда специально уже қап бар, мешочек, соның ішінде жидкость. Соның жидкость салып, сол облучение жасайды. Сол вирус бар вирустарды өлтіреді. Оны біз туған жас босанған келіншектерге дайындаймыз и бір жылға жетпеген балаларға. Ең маңызды сол біздің науқастар сол ғой. Адам өмірін сақтауда. Жақсы. Ғұлам мырза, айтыңыз, жалпы енді қан орталығында басшылықта отырғаннан кейін, және сіз бірінші жыл отырған жоқсыз, ұзақ жылдық тәжірибеңіз бар. Біздің өңір жалпы осы қанның тапшылығына байланысты өзге облыстарға бір жаңағыда қайырылған кезі болды ма? Жоқ әлде тек қана біздің өзіңіз басшылық жасап тұрған орталық бәрін қамтамасыз етіп отыр ма? Бізде ешқандай мұқтаждық жоқ па қанға байланысты? Енді біз 100% қамтамасыз етеміз. Бірақ қан компоненттер өзінің мерзімі бар болғандықтан донорлар күнделікті керек. Қазіргі таңда күн ыстық, бәрі үйде кондиционер астында отыр. Бірақ науқастар ауруханада жата береді, емделіп жатыр. Оларға қан керек. Сол үшін олар күте алмайды десеңізші? Олар күте алмайды. Сол үшін әлбетте бізде қор бар, ауруханаларда қор бар, басшылықпен бекітілген. Бірақ күнделікті бізге донор болам деген 70-80 адам керек. Бір күннің өзінде? Бір күннің ішінде. Демек, сіздердің жұмыстарыңыз өте, мен масштабына қарап отырғанымыз үлкен екен. Бір күнде сонша адамды табу оңай емес. Азаматтармен осы жағынан жұмысты қалай жүргізесіздер? Мысалы, мекеме ұйымдар бар бізде көптеген. Мен ойлаймын, жалпы түсіндірме жұмыстары үлкен мәселені шешетін шығар. Қаншалықты халықпен жиі араласасыздар, мекеме ұйымдарды қаншалықты жиі аралайсыздар? Енді біріншіден біздің өнер басшымыз Ербол Шақпайшқа рахмет, өзі келіп қан тапсырып келді. Қала әкімі келеді, басшылықтар өзі премьер ретінде басшылықтар келіп көрсетеді. Сосын Жамбыл облысында әкімнің бекітілген жоспар бар. Сол жоспарға сай біз жұмыс істейміз. Міндетті түрде ірі мекемелерге шығып жұмыс істейміз. Сосын біздің білім орталықтарына шығамыз. Неге десеңіз, бізде ірі университеттер бар, 10 000 адам оқиды ол жерде. Оларға барамыз.
сіздермен жұмыс істейміз, сізге үлкен рахмет. Осы өзіңіз соцсетте парақшаларымыз бар, әрі группаларымыз бар. Сосын біздің әлбетте біздің ауруханаларда істеп жатқан әріптестеріміз бар. Үлкен бір армия, олар келіп қан тапсырады, сосын олар насихаттау жұмысын өткізеді. Соның арқасында біз халық келіп қан тапсырады. Ал енді қан орталығында өзіңіз басшылық жасап отырған халықаралық тәжірибелер қаншалықты ескеріледі? Енді біз негізі біз басқа мекемелерге шығамыз, басқа қалаларға, шетелге шығып конференция қатысамыз. Сосын енді апрель айында бізде бұқаралық конференция Астанада өтті. Бүкіл әлемден келіп, и сол конференцияда біздің дәрігерлерімізді доклад жасайды. Бізде тек қана бізде істеп жатқан емес, өткенде ота бөлімде, реанимация бөлімінде істейтін дәрігер халық ауруханадан ол доклад жасады. Біздің опытымызды бөлісті. Тәжірибеміз бөлісіп. Сосын біз енді әлемдегі бар журналдарға мақала жазамыз. Ол да болса керемет, иә. Ұлан мырза, жалпы осы енді қан тобы меніңше төртке бөлінеді, қателеспесем. Өте сирек кездесетін түрі қай түрі, және ол түрімен сіздерде ешқандай мәселе жоқ па? Енді сирек кездесетін 3-ші, 4-ші топ. Енді болып қалады, ауыр халде жатқан науқастар түссе, сол 3-ші, 4-ші группаларымен, тобымен, сонда қиын болады, бірақ енді біздің халқымыз өте біреуге көмектесу деп өте мейірімді. Сол үшін біз звондап шақырып аламыз, и біздің қолымызды келгенше бәрін жасап береміз. Жақсы. Жаңа қызметкерлеріңіз жайында айтып қалдыңыз ғой. Өзіңіздің қол астыңыздағы осы қызметкерлер жайында бір кішкене толығырақ айта кетіңізші. Жалпы сіздерде маман болып жұмыс істеу үшін әрине ол медициналық білімі болу қажет екендігін білеміз. Осы сіздердегі қан орталығында дәрігер болам десе, жоқ әлде медбике болам десе де, ондай азаматтарда қандай талап қоясыздар, жалпы қандай білімі қалай болу керек, жалпы медициналық білім ба, біз енді көп нәрсені біле бермейміз. Адам емдеу мен қанды қабылдайтын орталықтың жұмысы екеуі екі түрлі ғой. Осы жағынан ақпарат бере кетсеңіз, мүмкін жастар барғысы келетін болар. Иә, бізде енді трансфузиолог деген мамандар істейді. Олар басқа маман болса да, университет бітіріп келсе де, лечебное дело ғой, емдеу ісі, сол бітіріп келгеннен кейін переквалификация жасап, бізде жұмыс істей алады. Ол трансфузиология. Сосын бізде терапевт мамандар жұмыс істей алады. Неге десеңіз, бізде донорский отдел бар, сол жерде қабылдап қарайтын терапевт мамандар. Тағы да бізде дәрігер-лаборант деген маман бар. Олар да жұмыс істей алады бізге. Келеді, сосын переквалификация өтеді, бізде жұмыс істеп жүр. Енді колледждан кеп жатқан мамандар бар. Әсіресе бізге балалар керек. Неге десеңіз, біз выездге шығамыз, мекемелерге шығамыз, выездная бригада. Сол жерде балалар керек. Сол үшін балалар бізге келгенде біз қуана-қуана жұмысқа аламыз. Жалпы көптеген үлкен мекемелердің бізде енді 10 аудан бар ғой, филиалдары көбінде бірге жұмыс жасап жатады. Сіздерде филиалдар бар ма? Облысымызда өзге? Бізде филиалдар жоқ, бірақ әрбір денсаулық сақтау ауруханаларда қор бар, басшылықпен бекітілген. Тез келгенде бір науқас түсіп қалса, қан компоненттері беруге болады. Екіншіден, біз Қазақстан бойынша бірінші енгізгенбіз, ауруханалар бір-бірінен, допустим, чуқ Қордайға жақын. Сол жерден қан компонент алады. Біз жіберіп, олар қабылдағанша, мүмкін көп керек болса, қасындағы аудандық ауруханадан алады. Ол біздің разработкамыз. Жақсы. Жаңа сіз ерікті қан өткізушілер, сосын жаңағыдай тұрақты түрде қан өткізетін донорлар бар деп айтып қалдыңыз, иә? Тұрақты қан өткізетін донорлардың санын арттыру, бұл мен ойлаймын, бір сіздердің тараптарыңыздан үлкен бір комплексті жұмысты, бір енді басқа бір адамдардың психологиялық жұмыс жүргізуді бір қажет ететін шығар. Осы жағы қаншалықты сіздің назарыңызда? Мен айтайын, өте бұл маңызды мәселе, сіздің сұрағыңыз өте орынды. Өткен жыл біздің тұрақты донорлардың пайызы
9-4 болған. Биыл жарты жылдықта уже 15-ке көтерілді.